нормально адам сияқты көрінеді де ол. Пока ол бір тревожность деңгейіне шықпағанша, бір мания деңгейіне жетпегенше, соны сезбейсіз де байқамайсыз. Адамды жалпы лудоманиядан емдеуге бола ма? Түбегейлі емдеу өте қиын. Адамды ешкім зорлап апарып ойынға салғызбайды ғой. Бір жағынан бизнестің интерестері, екінші жағынан олардың жоғары жақтағы лоббилерінің қысымы әсері. Жеке бір адамның барып ойнағанына жауапты болмауы мүмкін. Бірақ қоғамда ойнайтын адамдардың көбеюіне жауапты. Қолымдағы мына ойыншықты құмар ойындардың атасы дейді. Көне грек фрескаларында, араб пен Қытай қолжазбаларында адамдар осындай сүйектермен ойнаған жайлы мәліметтер бар. Ойнағанда да құмартып ойнаған. Дәл бүгінгідей бәс тіккен. Тек дүние мүлкін ғана емес, бостандығы мен өмірін де ойынға салған. О заманда ел билігі сондай азаматтарын қалай жөнге салғанын кім білсін? Бірақ 21 ғасырда озық технологиялардың да, білікті мамандардың да бұл дертті жоюға шамасы жетпей жатқан сыңайлы. Иә, дертті. Ойын құмарлық әдет емес, қауіпті дерт деп дабыл қағып жатыр мамандар. Бұл өзекті тақырып. Қазіргі статистика бойынша Қазақстанда тұрақты түрде құмар ойын ойнайтындар мен бәс тігетіндердің саны 350 мың адамға жеткен. Бұларды қайтпек керек? Осы сұрақтың жауабын іздеп, отбасылық психолог Ержан Мырзабаевқа хабарластық. Лудомания деген ұғым осы біздің қоғамға енді келіп жатыр да, жаңадан келіп жатыр. Жалпы лудомания деген не? Жалпы лудомания деген ол ойын құмарлық деген сөз. Яғни ойын ойнау арқылы соған өте қатты бір қалауға беріліп, сол жолда барлық нәрсені құрбан етуге дайын болу. Мысалға, біз футбол ойнаймыз, немесе карта ойнаймыз, достарымызбен ойын ойнауымыз мүмкін. Сол кезде сіз оның басы бар, соны бар, шегі бар, белгілі уақыттан кейін жарайды болды, тұрып кетіп қала аласыз. Кетіп қалғаннан кейін оны іздемейсіз, сағынбайсыз, қалап тұрмайсыз. Ал лудомания ол соны уақытылы тастап кете алмау, тұра алмау, фақат белгілі уақытша ақша тігіп азартына кіру, және оны қайта қалап отыру, қайта талап етіп отыруды айта аламыз. Қазақстанда статистика бойынша бәс тігетіндердің және құмар ойын ойнайтындардың саны 350 мың адам деп бекітілген да. Ал жалпы осы 350 мың адамның барлығын лудоман деп айта аламыз ба? Құмар ойын ойнайтын адамдардың барлығын. Енді бұлар белгілі бір есеппен, егер белгілі бір параметрлермен есепке алынған болса, жай мен бір рет кірдім, ақша тіктім, көрдім, қызық екен дедім, қоя салдым. Яғни бұларды лудоман деп айта алмаймыз. Лудоман бұл белгілі бір психологиялық патологияның білдіретін нәрсе. Андасында барып тұратын, для удовольствия ойнап тұратын, ақшалайда ойнау мүмкін. Бәс тігіп кейбір кезде лудоманияда маниакальность деген нәрсе бар да, то есть өзін ұстай алмау бар. Ал әр бәс тіккен адам, әр казиноға барған адам, әр ставка қойған адам лудоман бола бермейді, оны жатастырмау керек. Ал біз бұнымен күресте енді бастап жатырмыз да, жаңағы қоғамда енді осы туралы мәселе көтеріп, енді бастап жатырмыз. Қоғам ретінде кешігіп қалған жоқпыз ба? Кешігіп қалған жоқпыз, өйткені бұған дейін ондай проблема жоқ еді. Ертерек бір байбаламға салатындай. Әр нәрсенің өз уақыты, өз кезеңі болып тұрады. Кезінде, мысалға, спид бір эпидемия болатын, қазір ол қолға алынды, түсінікті жағдай болды, келді. Одан кейін мысалы ішкілік, алкоголизммен совет үкіметі кезінде көп адам ауыратын, ол кезде сол проблема қоғамда өте қатты белең алған болатын. Лудомания ол қазір неге қоғам дертіне айналып жатыр? Өйткені бұрын азарт ойындары, бәс тігу ойындары ол тек қана белгілі бір шектелген топ үшін қолжетімді еді. Казиноға әркім кіре алмайды, ставка қоятын жерге әркім бара алмайды, жабық жерлерде өтетін еді.
Ал қазір мынау интернеттің дамуымен, приложениялардың дамуымен, онлайн казино, онлайн бәс мүмкіндігінің артуымен бұл барлық адамдарға қолжетімді болып кетті. Қолжетімді болып кетті, бәрі бұны қолдана бастады, бірақ қолдана отырып өзін ұстай алмай, денсаулығынан айырылған, өмірін өзіне қол жұмсағандар, бүкіл дүние мал мүлкін жоғалтып алғандар, кәсібінен айырылғандар көбейген сайын проблемаға айналып, қазір бұл осындай мәселе екен, жай әшейін бір ойнап көрейінші дегенмен болмайды екен, бұл адамдар емделу керек деген күн тәртібінде мәселе туындап жатыр. Сол үшін кешіп қалдық деп айта алмаймын. Проблема өршіген кезде қоғам соған сәйкес реакция көрсетеді, ешқашан кеш емес. Қоғамда түсінік бар, лудоманиямен жалпы бай адамдар ғана ауырады деген. Жоқ, ол мүлдем дұрыс емес. Лудоманиямен әр кезіндегі адам ауырады. Просто бай адамдардың масштабтары басқаша болады. Yani олар мысалы миллиондап ойнап отырып жоғалтып, блин, 100 миллионнан айырылып қалдым деп, 200 миллионнан айырылып қалдым деп байбаланса отырып, кедей адамдар өзінің бар болған қолында ақшасын, анда мұнда алған кредитін, әке шешесін жинаған ақшасын, қарыз қалған адамдармен бір 5-6 миллион ол үшін трагедия болуы мүмкін. 10 қарыз ол үшін трагедия болуы мүмкін. Бай адам үшін 10 миллион бір кеште ойналатын ақша болуы мүмкін. Әлі масштабтар әртүрлі. Лудоманиямен отбасында бір адам ғана ауыруы мүмкін да, бірақ ол бүкіл отбасының проблемасына айналады ғой, иә? Лудоманиядан ауырған адам әйел бала шағасына көңіл бөлмейді. Балдардың оқу тәрбиесімен айналыспайды, ата-анасымен араласпайды, туысқандармен қарым-қатынасты үзеді. Онымен сіз емін еркін түрде былай қалайсың, жұмыстарды әлі туыспайды, сөйлесе алмайсыз. Постоянно раздраженный, постоянно нервный, постоянно ашушаң болады, постоянно қолында телефон, яғни қойған ставкалары не болып жатыр, қарайтын нәрсесі. Одан кейін екіншісі не? Кредиторларды звондаватқан жоқ па, қараватқан жоқ па, қайдан ақша тапсам болады деген сияқты постоянно ақша табу, ақша тігу, тіккен ақша нәтижесінде болады. Осы процесспен ғана ми ауырады. Ал сау отбасы қарым-қатынас үшін диалог керек, коммуникация керек, демалу керек, уақыт бөлу керек, бірге болу үшін әйелмен қарым-қатынас қалады, баламен қарым-қатынас қалады. Материалдық зиянға келетін болса, кейбіреулері, яғни бұл бала шағамның үйі ғой, бұл әйелімнің алтындары ғой, бұл әке шешемнің пенсиясы ғой деп қарамай, соларды да кейде ұрлап, кейде жұлып алып, барып ломбардқа салып, ақшаға айналдырып, тігіп, ойынға алып кетеді. Сол тұрғыдан отбасыға психологиялық тұрғыдан, физикалық, материалдық тұрғыдан және қалаған нәрсесі орындалмаған кезде, бермеген кезде күш көрсету арқылы физикалық тұрғыдан да зиян келтіріп жатыр. Ресми түрде қазір Қазақстанда букмекерлік кеңселерге 21 жастан бастап бәс тігуге болады да. Ал енді осыны 25 жастан қылып бекітейік деп жатыр. Енді бұл бір адам ақыл тоқтатқан кезде, бәлкім бәс тігуді ол кезде ойламайтын шығар, ол кезде басқа дүниелерді ойлайтын шығар, жас болғаннан кейін бәс тігуге кіріп кететін шығар деген оймен жасалып жатқан болар. Жалпы бұндай шектеулер көмектесе ме? Ондай шектеулердің көмектесу шамалы, ол әртүрлі махинацияға ашық. Қазір мысалға ата-анадан хабарсыз, олардың банк картасының удостоверениялары, онлайн мүмкіндіктерін қолданып бәс тігіп жатқан балалар бар. Немесе бір ересек адам попросить етіп, сен маған данныйларыңды бере тұр, мен саған там процентін беріп отырамын, ақшасын бөліп отырамын, жолын алдап өтетін адамдар бар. Менің ойымша бізде мынау бәс тігудің рисктері тұрғысынан сауаттандыру жұмыстары аз. Мысалға біз қанша жылдан бері күресіп, алмасып, қырылысып, қоғам белсенділері бұл мәселені көтеріп, не дәрежеге жеттік? Темекінің сыртына, яғни мынандай ауру боласың, мынандай жара шығады, түрі мынандай білшіт болып кетеді, сенің өкпең осындай болып кетеді, денсаулыққа зиянды деген бір аттарға суреттер қоятын дәрежеге келіп отырмыз да. Алған адам, мен осындай болатынын біліп тұрып істеп жатса, ештеңе дей алмаймыз оған. Ал бәс тігудің рисктері туралы көп айтылмайды. Оны сол компаниялардың өздері айту керек. Қара, бізге келіп ақша беріп, бай болып кетемін, күшті болып кетемін деп ойлама. Бізде мынандай рисктері бар. Ақша табатындар да бар, жоғалтатындар да бар, семьясынан айырылғандар да бар, сотталғандар да бар деген сияқты. Ақыр соны мынандай бір бомж болып кету керек, бомж болып кету мүмкінсің деген сияқты. Темекі компаниялар бұны қалай жасап жатса, бәс тігу компаниялар солай жасау керек.
өйткені үшінші тарап айтқан кезде как будто андай ойнамасай бармасай деп оны бір отговаривать еткен сияқтымыз да. Ал компанияның өзі иә бізде ұтылу мүмкіндігі бар, бірақ ұтылып жатқандар әлдеқайда көп. Олардың хал жағдайы мынадай болып отыр. Осыны біліп түсініп сол рисктен келіп, біріншісі сауаттандыру ағарту жұмысы осы. Екіншісі мысалға бәс тігу компанияларының сайттарында, приложенияларында бәс тігетін адам алғашқы тіркелген кезде белгілі бір курстан өткізу керек деп ойлаймын. Отыр, сен психологиялық тұрғыдан дайынсың ба, пробный ставкалар жасап көр, рисктері, пайдалары, қай жерде тоқтау керек, қай жерде ойнамау керек, ақыр соңы не болады, сен психологически бұл нәрсеге устойчивый риск менеджмент. Мысалы қазір банкқа барып кредитке ақша сұрасаңыз, олар риск менеджмент жасайды ғой. Сіз пенсионыңызға қарайды, анализіңізді қарайды, менеджердің өзі сізді бақылайды, сөйтіп айтады да, бұның риск деңгейі мынау, бұған беруге болады. Бұның риск деңгейі мынау, бұған беруге болмайды. Тура сол сияқты мысалы бір басынан бірінші тіркелген енді бастап жатқан адамға сен жалпы не әлемге кіріп бара жатқанын білесің ба, білмейсің ба, плюс бірнеше психологиялық тесттермен оны как бы тексеру. Сіз әлі дайын емессіз, сіз әлі келмейсіз, сіз ертең үлкен қауіп қатерге түсіп кетуіңіз мүмкін деген сияқты ескертулер жасалып отыратын болса, бұл сауаттандыру ағарту жұмысы әлдеқайда пайдалы болады. Кейбіреулер соны оқып біліп, мен ойлағандай емес екен деп бас тартуы мүмкін. Ал кейбіреулер ойнағанның өзіне және басқаларына зиян келмейтіндей үлкен тәуекелдерге, қауіптерге бармайтындай ойнай алады. 150 мың адам бар дедік қой казиноға бәс тігетін. Бірақ 2024 жылғы жоспар бойынша 50 адамды емдеу жоспарланған екен да лудоманиядан. Адамды жалпы лудоманиядан емдеуге бола ма? Лудоманиямен емделіп кететіндердің бейресми статистикасы 3% құрайтын естідім. Демек 97%-да ол емделмейді. Иә, неге емделмейді? Біріншіден лудомания бұл 21 ғасырдың жаңадан пайда болған ауру. Ал әрбір ауру бастап кетеді, түбегейлі бір шешімі, емі табылу уақыт алады. Ол уақыт алғанға дейін қаншама адам құрбан болып кетеді. Сондықтан оны түбегейлі емдеу өте қиын. Біріншіден бізде оның нақты методика жоқ. Екіншіден онымен айналысатын, жұмыс жасатқан сапалы білікті психологтар жоқ. Мен айтар едім үкіметке 50 адамды ғана біріншіден мемлекет бұнымен айналысып қалу керек. Бұл сол ойнатып жатқан компаниялардың қаражатынан, солардың есебінен, мысалға қанша мың адам ойнап жатса, оның 10%, 20% деген сияқты бір сандар қою керек. Осыншама жоқ жерден, бұлар жоқ жерден ақша тауып жатқан адамдар ғой. Яғни футболды ойнап жатқан басқа, тігіп жатқан басқа, сен ортада делдал болған үшін ақшаңды алып отырсың, бір ғимарат салып жатқан жоқсың, товар қойып жатқан жоқсың, услуга беріп жатқан жоқсың деген сияқты. Яғни ол жерде миллиардтаған пайда айналып жатыр. Сол компанияларды мәжбүрлеу керек. Егер сен осы нәрсе ашып жатсаң, осындай бизнес түрмен айналысам дейтін болса, табысының салық, малық емес, табысының белгілі бір пайызы әлеуметтік қоғамдық жауапкершілік ретінде адамдардың емдеуіне жұмсайсың. Немесе осыған байланысты арнайы клиникалар ашасың. Немесе осы бағытта Қазақстаннан жыл сайын осынша психологты шетелде современный методикаларға оқытасың деген сияқты. Осындай жүктемелер қою керек деп ойлаймын. Аллай 350 мыңнан 50 адамды емдедік, ол 50 адамның 3% деп қарайтын болса, сол 1-2 адам ғана одан емделеді. Ол қымбат ем. Лудоманияның емі өте қымбат ем. Сонша ақша құртылатын болса, менің ойымша пайдалы болу шамалы. Қоғамда емделгісі келетін адамдар бар сияқты да, өйткені наурызда мысалы егоф мобайлда мүмкіндік болды, кіріп жаңағыдай өз-өзіңе бәс тігуге шектеу қою деген. Соны 10 күннің ішінде 10 мың адам өз-өзіне 6 айға ойын ойнауға шектеу қойған да. Өз-өзіне қойғандар емес, ол қасындағы әйелі жылап отырып, басында әке-шешесі ұрсып отырып, давай кірді, өз-өзіне шектеу қой деп айтқан адамдар. Соның ішінде бір 5-10% шығар, который осознанно, мен ақшам болса, қоя беремін, өзімді ұстай алмаймын, қой құрсын, алдын алу шарасы ретінде өзіме шектеу қойып қояйын деген, мен 10% аспайды деп ойлаймын.
Енді отбасылық психолог ретінде отбасы төңірегінде қанша ғұламалармен жұмыс істедім. Ғұламалардан жапа шеккен семьялармен жұмыс істедім. Ондай санаға келіп барып өзімді шектете салу деген нәрсе өте аз. Олар жаңа сізге келген адамдар, олар емделіп кетті ма? Емделгендер бар ма ішінде солардың? Енді қараңыз, біз белгілі бір терапия курсын өткіземіз. 8 сеанс, 10 сеанс, 1 ай, 2 ай. Біздің методикамыз бұл отбасылық қарым-қатынасты жақсарту арқылы лудоманиядан бері назарын аудартуға негізделген. Бұл мен Америкада оқыдым, өйткені отбасылық қарым-қатынас жасаған кезде тәуелділіктен арылуға болады деген зерттеулер бар. Лудоманиядағы не ғой состояние, яғни бәс түбірі өте қатты жақсы көру, өте қатты қалау. Сол жақсы көру мен қалауды біз отбасыға бұрамыз. Отбасын, әйелін, баласын өте қатты жақсы көрген кезде мынадан бас тартылады деген теория бар. Сол төңіректе жұмыс істемеді. Енді қараңыз, біз курсты өткіземіз, бір қалай айтсам, жаман жағы, жақсы жағы, сол артынан тексермейміз просто. Бізден кеткен кезде нормально кетті. Келіп жұмыс істеген кезде все, там 1 ай барып жүрмін, кеткен жоқпын, қалауым жоқ, қарым-қатынасым жақсарды, өмірдің мән мағынасын түсіндім, ерік жігерім күшейді деген өзінен келеді. Ал оны 3 айдан кейін, 6 айдан кейін, 1 жылдан кейін, 3 жылдан кейін артынан звондап, не істеп жатырсыз, қалайсыз, бәстіп қойған жоқсыз ба, бәрі дұрыс па деп, біз оны қадағаламаймыз. Поэтому бізден кеткен кезде адам соның мән жайын түсініп, терапиядан жақсы әсер алып, ішкі травмаларын, комплекстерін прорабатывать етіп, сила волесын укрепить етіп кетеді. Ары қарай не болатынын мен ештеңе айта алмаймын. Бірақ мысалға енді жалпы біздің әріптестер арасында осы саламен айналысатын психологтар, енді менің клиентім оған баруы мүмкін, оның клиенті маған келуі мүмкін деген сияқты клиникалар бар. Шығып кетіп, ары қарай мысалы кеткен кезде сау болып кетіп, ары қарай ставка қойған, ойнаған, бәрібір осыны жалғастырған, бәрібір соның қармағына түсіп қалғандар өкінішке орай жиі кездеседі. Бағана 3% дедік қой, 3% мен соған кәдімгідей сенемін. Біздің методиканың өзінде де 3% болуы мүмкін. Соңында ойнап кетеді. 97% терапияда қарамастан, белгілі бір уақыттан кейін, бұл 1 ай болады ма, жарты жыл болады ма, 1 жыл болады ма, бәрібір ойнап кететін болады. Мысалы, менің есімде әлі бір клиентіміз бар еді, ол клиникада емделді, 3 ай жатты, одан кейін оны психологқа байлап қойды, бізбен 1 апта сайын келіп жұмыс істеп отыратындай, бір 2 айда ма, 3 айда ма шамасында жұмыс істедік. Сол уақытта нормально, одан кейін жоқ болып кетті. Енді біз оны мәжбүрлеп әкеле алмаймыз, психологқа добровольно болады. Кейін бір хабарласып біліп естіген кезде тоже срыв болған, ставка қойған, қарыз болып қалған, кредиторлардан қашу үшін телефон өшіріп, бәрі жоқ болып кеткен. Әйел бала шағасы бар, бәрі оны іздеп жатыр, туысқандар уайымдап жатыр, қарыз берушілер жанын шығарамыз деп жатыр, жоқ болып кетті. То есть срыв болды. Хотя клиникада да емделді, психологтың бақылауында да болды, семьясымен де жағдай более-менее жақсарып кеткен сияқты еді. Енді біздің жұмысымыз толық біткен жоқ. Бірақ осындай бір состояниеға түседі адамдар. Адам жаңа лудоман болып кетсе, оған бірінші кезекте жаңағы букмекерлік кеңселерді, казиноларды кінәлайды да, өйткені олар барлық жерге жарнамаларын салып, соның бір жеңіл ақша табуды көрсетіп жатыр деп. Бірақ адамды ешкім зорлап апарып ойынға салғызбайды ғой. Жеке бір адамның барып ойнағанына жауапты болмауы мүмкін. Бірақ қоғамда ойнайтын адамдардың көбеюіне жауапты. Өйткені көбейтетін нәрсе жарнама. Жарнамалаған сайын барасыз, қызығасыз, айналысасыз, істейсіз, орындайсыз. Сол үшін яғни себебі жоқ деп айта алмаймыз. Я ешкімді мәжбүрлеген жоқ. Бірақ әр жерде бұның жарнамасы болуы осыған баратын адамдардың санын көбеюіне әсер етті. Және не ондай, кейде 20% әрекет, 80% нәтиже береді. Букмекерлік контораның жұмысы 20% жұмыс болуы мүмкін. Жарнамалады, айтты, жеңгендерді көрсетті, ақшамен қыстырды. 80%
непосредственно барып қойған, ойнаған, ұтылған адамның жауапкершілігі. Иә, бірақ сол 20% соған не болды? 80% нәтижеге алып келді. Яғни мына мәселені айтып кету керек, егер бүкіл букмекерлік компаниялардың барлығын жауып тастасақ, адамдар ойын ойнауды қояды ма, мүлдем бұл дерттен арыламыз ба? Жоқ. Өйткені іштей азартқа бейім адамдар әрдайым болады. И бұларға сіз заңды түрде, контролируемый түрде өз территорияңызға мүмкіндік бермесеңіз, бұлар заңсыз казиноларға бара бастайды. Шетелдік компанияларына бара бастайды. Ақшаның бәрі шетелге кете бастайды. Сыртқа барып ойын ойнайтын болады мысалға. Сол үшін біз қаласақ та қаламасақ та қоғамда бұндай адамдар бар, олардың талабы сұрауы бар, және оларға мемлекет осындай бір жағдай жасайды. Яғни ойнайтын, ойнауды қалайтын адамдар әрдайым бар болады. Сол үшін іштей ешкім мәжбүрлемей, ешкім триггерировать етпей, ешкім жарнамай, мен ақшам бар, ішім пысып жатыр, бір ойнайыншы деген адамдар, олар нақты осындай жерлерге бар, ойнап, өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкін. Бірақ бұны жалпылама жариялаған кезде сіз ойына кіріп шықпайтын адамдарға да көрейінші деген бір ой салып отырасыздар. Мүлдем оларды жауып тастау қазіргі мүмкін емес деп ойлаймын. Осы адамдардың санасын тазарту арқылы сұранысты азайту керек. Ана компанияны жауып тастау арқылы емес, сана бұзылған кезде ол іздеп анда-мында қара береді да іздеп береді. Алдын ала, мысалы, оны байқауға бола ма, баланың немесе жаңағы отбасының бір мүшесінің алдын ала неге түскенін, лудоманияға шалдыққанын білуге бола ма? Болмайды, өйткені бұл мәселе сізді қай кезде мазалайды, когда уже ауру деңгейіне жеткен кезде. Ауру деңгейіне жетпеген кезде, андасында бір қойдым, ұмытып қалдым, не отқан білмеймін. Соны сезбейсіз де болсын, сені бюджетке де әсер етпейді. Оған мән бермейсіздер, жайшылар, уақытша әуес деп ойлайсыздар. Ал вот мен уже қоймасам болмайды, маған срочно ақша керек, қарызбын, осыншама ұтылдым, күндіз-түні соның уайыммен сүріп жатырмын деген кезде, уже адам ауырды да, уже кеш болды. Нашақор наркотик қолданғанда, наркотиктің ізі болады. Қолданылады, бір дәрілер пайда болады, бір нәрселер пайда болады, көңіл-күй өзгермелі болады. Ішімдік тура сол сияқты бір иіс шығып тұрады, темекі бір белгілер болып тұрады. Сен темекі шеге бастағансың ба, сен ішімдік шеге бастағансың ба деген сияқты бірінші кезеңін өзін байқап көруге болады. Ал дәстүрі ондай емес, сыртына салып, нормальный адам сияқты көрінеді ол. Пока ол бір тревожность деңгейіне шықпағанша, бір мания деңгейіне жетпегенше, соны сезбейсіз де байқамайсыз. Сонда біз алдын ала алмаймыз ба? Алдын алу сауаттандыру арқылы. Оған арнайы институттар, яғни блогерлер, клиникалар, бұның зияны туралы, жақындамау керектігі туралы, жоламау керектігі туралы айтып отыру керек. Балаларды, ата-аналар олардың бүкіл қаржы транзакцияларын, операцияларын қадағалап тексеріп отыру керек. Қайда келіп жатыр, қайда кетіп жатыр. Баланың жиі тез ақшасы таусылып қалса, жасаған енді траталарын түсіндіре алмай жатса, қайда кеткен айта алмай жатса, ол уже күмән тудыратын нәрсе. Сол сияқты күйеуіңіз мысалға ай сайын 400-500 мың теңге айлық алып келеді, нормально жетпей, соңғы кезде жетпейді, бір түсініксіз расходтар пайда болды дейді, біреуге қарыз бердім дейді, бір необъяснимый траталар пайда болған кезде, ол бірінші звоночтер болуы мүмкін, что-то здесь не то. Қана әкеш, выписканы шығаршы, көрейікші, не болады деген сияқты. Сөйтіп қана бір байқамасаңыз, яғни түбегейлі бастапқыда ақшамен байланысты болады белгілердің бәрі. Жаңа сіз айттыңыз ғой, бұнымен мемлекет айналыспау керек деп ше, бірақ қазір бізде мемлекет айналып жатыр да, осы немен, лудоманиямен күресті, жалпы күрес жүргізіп жатқан жалғыз мемлекет қана сияқты да. Мемлекет бұны тоқтату үшін не істей алады? Жоқ, мемлекет бұнымен айналыспау керек деп жатқан жоқпын. Бағанағы 350 мың адамның мемлекет өз қаражатына емдемеу керек деп жатырмын. Ал мемлекет не істей алады енді? Ал мемлекет ретінде, конечно, ол ең мықты, ең әсерлі күш мемлекет. Вот именно қазір мемлекет жеткілікті дәрежеде әрекет жасамаған үшін осындай ұшықтан кетіп жатыр. Біз мемлекет бір нәрсе істесе, бұл тоқтайтын еді. Ештеңе істеп жатқан жоқ деп айта алмаймын, бірақ олар бір жағынан бизнестің интерестері, екінші жағынан олардың жоғары жақтағы лоббилерінің қысым әсері, бір жағынан қоғам, халық осының бір балансын табумен әлек болып, нақты бір шаралар
өкінішке орай жеткілікті дәрежеде қолданылып жатқан жоқ. Мемлекет не істей алады? Мемлекет біріншіден бұларға біз салықты көтеруіміз керек. Салық көтеруіміз керек. Неге? Өйткені бұмен ол күшті пайдалы екен, дым істемейді, керемет ақша табуға болады екен деп қызығып, қайта бәрі ақша бермес. Лицензиясын беру жұмыстары қатаң бақылауға алу керек. Алаяқ емес па, таза адал жұмыс істейді ма, бәрі дұрыс па, қашып кетпейді ма, адамдардың ұтыстарын бере алмай қалмайды ма. Қаншалықты қиын болса, соншалықты аз адам бұнымен айналысады. Үшіншісі, бүкіл букмекер, казино, бәс тігу компаниялардың барлығын жарнамасына түбегейлі шектеу қою керек. Онлайн түрде болсын, офлайн түрде болсын, шектеу қойып, бұны жарнамаланбайтындай болу керек. Келесі маңызды шара, букмекерлік компаниялар, бәс тігу компаниялары мемлекеттік іс-шаралардың, қоғамдық іс-шаралардың демеушісі болмау керек. Сізді улап атқан адам сізге еміңізге демеуші болмау керек. Оны қоғамның дерті ретінде қабылдап атсақ, ол проблема деп қалсақ, ол проблеманы туындатып атқан, өршітіп жатқан адам, немесе мекеме мемлекеттік іс-шаралардың, қоғамдық іс-шаралардың спонсор болмау керек. Бізде қазір мысалға футбол деген қарапайым ресми спонсор букмекерлік компания. Ол букмекерлік компанияларда біз спонсорлық қажет емес. Бүкіл спонсорлықтарын олар мемлекетке, немесе мысалға спорт қорына, фондтарға аудару керек. Ол фондтар іс-шараларға не болу керек? Демеуші болу керек. Мен өзім футболға қызығам, футбол көремін, балам футболист, футболға барамыз, ойындарға барамыз. 20-30 мың адам жиналатын стадионда 1,5 сағат, 2 сағат матчтар жалғасып жатады. Минут сайын бәс компаниялар рекламасы жүрді. Қай жаққа басыңызды бұрсаңыз, олардың рекламасы. Қай жерде бір суретке түсірсеңіз, фонда солар қайта шыға береді. Неге? Олар біздің демеушіміз. Сіз 30 мың адам отырған жерде оларды не істедіңіз? Уладыңыз. Екіншісі, құрашын отырмайсыз. Сізге жап-жас қыздар келеді. Аға, бірінші бәс тігіңіз, шарф подарок етеміз. Аға, бірінші тіркеліңіз, стакан подарок етеміз, сыйлық ұтып аласыз, үстеміз деген сияқты. Сіз отырған жеріңізде келіп сіз агитировать ете береді. Ол жерде олардың ешқандай букмекерлік контораның аты өтпеу керек. Осындай шараларға олар ешқандай демеуші болмау керек. Және жүріп ішіндегі адамдарды аралап, давай бәстік. Өйткені сіз спорттасыз, и так бір азарттасыз, и так бір адреналиндесіз. Давай қой жүйрегесіз, әлде қайда оңай. Көшеде, паркта, семьясымен кетіп бара жатқан адамға давай бәстік, футбол ойнап кеш бар дейді ғой. Ал сол жерге 30 мың адам келіп, бәстігуге дайын болып тұрған адамдар, азартқа кіріп тұрған адамдар, менің командам жеңсе екен деп тұрған адамдар өте осал, подвержен бұл нәрсеге. И сіз, компания, компаниялар бұны біліп тұрып, адамның осалдығын осы жерде қолданады. Осында қоғамдық, мемлекеттік шараларға демеушілік болуларына мүмкіндік бермеу керек. Демеушілік жасайды ма, ол жалпылама жасау керек. Қорларға, фондтар. Ал ол мысалға спорт қоры бар бізде. Спортшыларды қолдайтын. Ақша сұрға түсті, спорт қоры демеуші болу керек. Мысалға, осыны лудоманиямен айналысатын бізде қоғамдық ұйымдар бар, соларға демеуші болу керек. Олар соған сәйкес тоқтату, болдырмау, емдеу, алдын алу, ағарту іс-шаралардың жұмыстарын жүргізу керек деген сияқты. Сол жағынан. Ал өздерінің аттары ресми жерде өтпеу керек. Ойын бизнесі алып индустрия, мемлекет қазынасына одан түсетін салық таз емес. Ал Макао, Лос-Анджелес сияқты қалаларға тіптен бүкіл әлемнің қалталы туристері лек-легімен ағылып жатады. Бұл орайда біреулер мемлекетке пайда келсе несі жаман, ал адам ойынға салынса өзінен көрсін деуі мүмкін. Алайда мемлекет сол адамдардан, халықтан құралатынын естен шығармайық. Және әр мемлекет халқының саналы, жауапты, сау болуына мүдделі. Өзекті мәселенің шешімін іздеген Ақниет Төленді. Көріскенше.